поляктың деген сияқты әр ұлттың өзінің тілі бар. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің тілі бар. Мысалға жан-жануардың өзінің тілдері бар. Иттердің, құстардың деген сияқты. Сол сияқты табиғаттың да өзінің тілі бар. Оны біз түсінбеуіміз мүмкін, әрине. Сол сияқты біздің денеміздің тілі неге жоқ, яғни барлық нәрсенің әлемде тілі болған кезде, сіз ең жоғары идеал жаратылған, осы әлемдегі идеал жаратылған адам баласының денесінің тілі жоқ дегенге сенесіз ба? Яғни дәлелді мысалға, яғни сіздің денеңіз сөйлейді. Тек біздер сол дененің сөйлеген сөзін немесе жан дүниеміздің сөйлеген сөзін түсінбейміз. Соны түсінген кезде психосоматика деген нәрсе қайдан шықты? Бұны 70-ші жылдардың шамасында өткен ғасырда неміс ғалымдары тапқан. Қалай тапты? Бір ауруларды, бір пациенттерді емдейді, бүкіл медикаментті емдейді. Бір жақсы болған сияқты болады, бірақ бәрібір де